Сәлем достар, бүгін үйді тұзбен тазалау әдістерімен бөлісетін боламын. Тұз жаман энергиядан сақтайтынын білесіз бе? Біріншіден, тұрып жатқан үйіңізді тазалаңыз. Үйдегі керек емес ескі құсқы заттарды тастаңыз. Сынған ыдыс болсын тастау керек. Қуыс-қуысты тұзбен жуып шығыңыз. Әсіресе айнаның бетін, сыртқы есікті, табалдырықты жақсылап тұзбен жуған дұрыс. Тұз барлық жаман энергия мен ауыртпалықты сорып алады. Үйді осылай толығымен бір тазалап алыңыз. Үйді жаман энергиядан сақтау үшін жарты пачка тұзды қазанға салып, пешке қыздырып алыңыз. Тұздың түсі сұр немесе қоңыр болған кезде ыдыстағы тұз бен үйдің барлық ішін сағат тілімен әр қуысты аластап, фәлақ, нас сүрелерін оқып шықсаңыз болады. Содан соң үйді көзден, жаман адамның пиғылынан, жаман энергиядан сақтау үшін қызыл матадан кішкентай өз қолыңызбен қалташа тігіп, ішіне бір шым тұз салып, сырт бөлменің босағасына жоғары жаққа іліп қойыңыз. Сырттан кірген адамның көзіне бірден түсетіндей ілініп тұру керек. 90 күн сайын тұзды ауыстырып, жаңартып тұрған жөн. Ескі тұзды суға ағызып жіберіңіз. Ауру сырқаудан айырылғыңыз келсе, бөлме температурасындағы суға тұз салып, шайынуға кеңес беремін. Бұл техниканы медицинада дәрігерлер айтып жүреді. Сіз де осы техникаларды жасап көрдіңіз бе? Айтып кетіңіз.